Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жұмсақ торт пісіретін боламын. Оған әуелі мынау мүйотым. Оған 2 қасық қант салдым. Осыны енді екеуін әбден араластырамыз. Ерігенше әбден бәрі араластырамыз. Песогы еру керек. Мұны бәрі еріп жатыр. Осыған енді сармай саламыз. Үйде тұрған, үй температурасында тұрған жылы сармай саламыз. Осыны енді араластырып ерітеміз. Ерігенше осылай былғай тұрамыз. Енді осыған бір ас қасық ас содасын саламыз. Сосын әбден былғаймыз. Ол көпіру керек. Не көпіріп жатыр содам. Астын былғап тұра береміз. Не әбден көпіріп жатыр. Осыған енді әбден міне осындай қоңырқайып болу керек. Осыған енді 2 жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқадан пісіріп жатқан тортым. Осыны тағы әбден араластырамыз. Жақсылап тұрып. Не осындай болып шығады. Қоңырқай болып. Енді осыған електің көмегімен ұнымызды саламыз. Осыны әбден араластырып аламыз. Мен ұнды 2 бөліп салам. Не әбден араластырамыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Міне араластырып, тағы қалған ұнымызды саламыз. Електің көмегімен. Менің каналыма лайк басып, қоңырауша басып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне осындай қоңыр қоюлау қамыр шығады. Осыны қолы көмегімізбен кішкене жұмсақтау қамыр басып аламыз. Енді осыны салапанға салып 15 минутқа тоңазытқышқа сала тұрамыз. Кішкене дегдігенше. Оны салапаннан шығарып алып, осылай томалақтаймыз. Мен осыны 4 бөлікке бөліп алдым. Енді осы қолымызбен осылай дөңгелектейміз. 4 дөңгелек шығады. Мынау менің тортым. 4-еуі. Осыны енді астықтың көмегімен сеуіп жіберіп кішкене оқтаудың көмегімен жаямыз. Міне осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз дөңгелектеп.
Жайып жатқан тортым. Осыны тәрілкімен айналасын кесіп аламыз. Тәрілкінің көмегіне сәл үлкен көптеу қылып шығарып, қалған айналасын тәрілкіден кесіп аламыз. Міне осындай тәрілкінің ішіне. Екіншісінде жайып алып осылай кестім. Осыны табамыздың бетіне ұн сеуіп, осы немізді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне осылай салып алып, қызып тұрған газге пісіріп аламыз. Оған дейін қалғанын жайып аламыз. Мен екеуін жандарын кескен жоқпын. Бетінің қоржыңына керек қазір, бетінің месіне, украшениесіне. Екіншісін кеспедім. Осы күйінде салам. Міне жайып қойдым үшеуін. Біреуі пісіп жатыр газде. Міне осылай болып пісіп шығады. Міне үшіншісі пісіріп жатқан. Оған дейін арасына жағатын сармаймыз. Оған сгущенка құйып жатырмын. Екеуін әбден араластырамыз. Сгущенка мен сармайымызды. Үй температурасында тұрған сармай керек. Әбден араластырамыз осылай. Түгел майы араласқанша, еріп кеткенше, сгущенкамен бірдей болып сұйықталып кеткенше араластырамыз. Енді осыны піскен мынау коржиктерім. Енді осыған жасаған арасында салатын кремім. Осыны осылай жағып жинаймыз. Екіншісі. Бұған да осылай ортасына кремімізді жағып, корждарымызды жинаймыз. Үшіншісі. Жұмсақ үлпілдеп тұр. Соңғы беті.
орнықтырып осылай бетін басып жібереміз кішкене. Мынау жаңа айналасындағы кесіп алған артығым. Мен екеуін тарелкамен екеуін тарелкасыз осылай жасадым. Соның айналасы кесіп алған. Оқтаудың көмегімен уатып атырмын. Қалғанын қолыммен осылай отып аламыз. Жұмсақ болғасын оқтауға келмей тұр. Қолмен істеп атырмын. Бетін жағып алып аттым осылай. Сөк майымызды. Ортасын кремдері. Бетін крем жағып аттым. Енді осыған жаңағы отып алған бетіне себеміз. Қалған айналасына жағамыз. Міне осылай айналдырып бәрін жағып аламыз. Міне дайын тортым. Жұмсағым, кескенде үлпілдеп тұр. Дайын тортым. Міне пышақ салғанда жұмсақ үлпілдеп тұр. Міне арасы. Жарты сағатқа тозаңғышқа сала тұрамыз кішкене. Майы сіңгенше. Міне жұмсақ. Дәмі деген керемет. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, рахмет. Ас болсын баршаға.